Еліміздің аумағында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзатын, соның ішінде көлік құралын сәйкестендіруге, құқық бұзушылықтың алдын алуға, құқық бұзушылық жасаған автокөліктерді анықтауға кедергі келтіретін, яғни жалған мемлекеттік белгі тағып, көлік басқарған жүргізушілерді анықтау мақсатында өткізіліп жатқан жалған мемлекеттік белгі жедел профилактикалық іс-шарасы аясында жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйесімен және патрульдік полиция батальонының қызметкерлерімен 10.01.2026 жылы сағат 01.05 шамасында Атырау қаласы Сұлтан Бейбарыс даңғылы Жасмин мейрамхана тұсында Грузия елінде тіркелген Мерседес көлігіне жалған мемлекеттік белгі тағып жүргізген 1989 жылғы азамат анықталып, аталған азаматқа Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабы 4 бөліммен әкімшілік іс-құжаттар жинақталып, автокөлік арнаулы тұраққа қойылды. Жинақталған іс-құжаттар Атырау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотына жолданып, сот шешімімен аталған азаматқа 1 тәулікке қамалып, жүргізуші куәлігінен 1 жыл мерзімге жүргізу құқығынан айырылды.